Воронка дегеніміз не? Воронка дегеніміз сіздің өнімді таныған сәттен бастап алып сатып алуға дейін баратын жол. Соны воронка дейді. Яғни клиент келгеннен кейін оны біз қай воронканы қолданып, ол клиенттің біз товарын немесе услугасын біз сатамыз. Соны воронка деп атаймыз. Мысалы, товарный бизнес, обучение, медцентр. Бірінші товаркаға. Мен жұмыс істейтінім міне осы. Қараңыздар, клиенттің рекламадан кейінгі жүретін жолы. Бірінші этап біз қызығушылық танытамыз, яғни өнімге. Екінші этап проблемасын түсінеді клиент. Үшінші этап решениясын түсінеді. Төртінші этап неге именно ол эксперттен алу керек екенін түсінеді. Бесінші этап сатып алады. Яғни реклама арқылы біз қызықтырамыз, одан кейін ол жерде офферлермен көрсетіп, сол клиенттің біздің товарға деген ұсынысын, қызығушылығын арттырып, соны сатып продажаға дейін жабатын боламыз. Профильға өткізу и WhatsApp-қа жазғыздыру. Товарный бизнес, обучениеға да міне тура сондай. Ең бірінші қызығушылық танытамыз, проблемасын түсінеді, и решениясын түсінеді, неге именно ол эксперттен керек екенін түсінеді и сатып алады. Жаңа подписчик жинау и сайт жасау немесе WhatsApp арқылы. Үшінші, мысалы, медцентр, бұда да тура сондай бірдей воронка. Ол себебі алдында лестница да көрсеткендегідей адамдардың этаптары әртүрлі. Ол холодный аудиторияда көреді, теплый аудитория көреді. Офлайн адам жинау и онлайн запись толтыру. Дәл осыны міне воронка деп атаймыз. Яғни қай этаптан кейін клиентті қалай біз сатып алуға дейін апарамыз. Соны воронка деп атайды.